София, колашке зиян. Барып зерттеп көреміз бе зертханаға барып? Иә. Жарайсыңдар балалар. Көрдіңдер ме? Таза суда шарымыз үрленген жоқ. Ал колада қандай болды балалар? Үрленді. Көрдіңдер? Коланы және таза су беремін. İçine жұмыртқаны салып көріңдер. Қазір кішкене күтеміз. Енді алып көмектесейін сендерге. Софияның жұмыртқасын қараңдар. Қандай түсте? Ақ. Иә. Ал Әлемнің жұмыртқасын қараңдар. Қандай болды? Боялды ма? Иә. Әлемнің түсі қандай болды? Сары болды, иә балалар? Ал София ақ күйінде қалды. Әлемдікі түсі өзгерді, иә балалар? Жарайсыңдар. Тағы бір эксперимент көрейік. Біздегі келесі эксперимент. Тиімізді көрейік. Алдындағы қоларыңыз алып көріңдер. Қазір күтеміз. Қоладан тиімдеріңді алып көріңдер. Суды. Енді сүрте қой. Тиіміңді сүрте қой. Әлемсің? Берем. Салфеткамен сүрте қой, Әлем. Қане тиімімізді көрейік. София, сенің тазарды ма сенің тиінің? Тазарған жоқ, е? Сенің тиінің сол қалпы. Әлем, сенің тиінің көрейікші? Қандай болды сенің? Сенікі жылтырады, е? Көрсетейік қане. София. Бір көрсетіңдер тиындарыңыз. Софияның тиыны тазарған жоқ, е? Әлемдікі жылтырап таза болды, е? Балалар, бүгінгі біздің сіздермен өткен экспериментіміз ұнады ма? Иә. Ұнады, е? Кола мен жұмыртқа, кола мен жаңа тиынның екеуінің қалай әсер ететінін көрдік, е? Кола бізге зиян. Ішуге бола ма екен? Жоқ. Ішуге болмайды. Тек табиғи минералды су ішуіміз керек, е? Бүгінгі эксперимент ұнады ма саған? Иә. Назарларыңызға рахмет.